көмір сутегі көздерін іздеу бойынша сол бойынша халықтың алдында қоғамдық тыңдау өткізіп осы үш не бойынша біріншісі нөмірі 5380 УВС келісімшартқа сәйкес Шалқар учаскесінде көмірсутектерді іздеу жөніндегі барлау жобасына ықтимал әсер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдау. Екінші, Шалқар учаскесіндегі жоба тереңдігі 2200 барлау ұңғымаларын салудың топтық техникалық жобасын экологиялық бағалау материалдары мен қоршаған ортаны қорғау бөлімі табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары бойынша қоғамдық тыңдау сағат 3-ге жоспарланған. Содан кейін үшіншісіне 4:30-ға белгіленген Шалқар учаскесіндегі жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жобасы экологиялық бағалау материалдары бойынша қоғамдық тыңдау сағат 4:30-ға белгіленген. Осы үш нені бір өткізіп жіберсек қалай қарайсыздар? Қазір енді сол бойынша. Сол бойынша қазір бізге связь жоқ, қазір видео связь ашады да, департаменттен. Соларды бір ескертіп жіберейік сол үшін. Siz 73 şartlarda dediniz mi? Onların yapmasında bir şey alanlarında burada ekoloji. Bunlar protokol boyunca sayıklı iki kararlı. Bunları halk kravatı der. Altı zor olsun, paylaşınalım mı? Қазір 11-де болса, 3 минуттай болса. Малы bağlı, orası da o da Alo. Doğru faydaları değil. Her vakit görüşürüz. Assalamu alaikum. Қазір мен неде отырамын? Общественный отырамын, осы Muratбек Кәркім балаларымыз айтып кетті. Қайдан қандай мақсатпен келіп жатқанымызды. Енді жаққа көргенде бір жайлы болды. Ниеттер сөйтіп, сонымен Алла тағала осы биылғы осы жұмысқа кірісуге мүмкіншілік беріп отыр. Сонымен бастаудың алдына өздеріне келіп жүздесіп, қандай жұмыстар жасалып жатқанын айтып, қандай жоспарлар бар өздерінің ауылына келгеннен кейін алдын сіздердің пікірі, ал сіздердің ең азından батасын алмай жұмыс жүрмейді ғой. Қазақ болғаннан кейін оған біз бәріміз бейімделіп, қазір Құдайға шүкір, еліміз қазақи шарттардың бәрін орындауға мойын бұрды ғой. Сондықтан енді Құдайға шүкір, ауылдарымызға келе жатқан қадамымыз болып жатқан секілді, жол істі де жақсы болды, ешқандай қиыншылық көрмеді. Өздеріңіз бас қосып келіп отырғандарыңызға рахмет. Сонымен енді жаңа айтқан пікірлеріңізді пайдаланғанымыз дұрыс шығар. Уақытты бостан бос жоғалтпай жаңағы проектті біріктіріп, енді мыналары жасалса, сонымен жасай береміз. Ал енді келешекте иншалла жұмыс басталып кетіп жатса, өздеріңізбен бірге шешетін сұрақтар көп болады. Бірақ көп сұрақтарды сол уақытылы қойылып, уақытылы шешілген. Қазірдан біздің үйіктегі айтып, одан кейін нақты керек кезімізде табылмай жатсақ, ондай қазір болмайды шығар. Сондықтан енді ауылдың проблемаларын ол белгілі, оған қол ұшын бермесек, ол біріккен жұмыс болмайды. Онда реніш басталады, реніш болған жерде жұмыс жүрмейді. Сондықтан енді Құдай қаласа бәрі ретімен болып отыр. Жаңа Маратбек балаларыңызбен жақсылап танысып жатырмыз. Бірімізді бәрі жұмыс істеп, нағыз елдің баласы ел үшін, ауылым үшін деген қызмет жасайтын осы жігіттердің уақыты жатыр. Бірақ ақылшы батасын беріп, жүз жолға салып отыратын өздеріңізді де болмай көрдіңіз. Сонымен енді қош келдік деп айтайық, қалаларыңызға. Құдай қаласа бәрі ең болып жұмыс жүріп жатсын да, проектировщик келіп отыр. Sağ seçilmekte var.
қазір мен сол жаңа айтқаннан кейін деп тұрмын. Мен енді совет директоров деген, наблюдательный совет деген жаңа орындар бар ғой. Мен сол наблюдательный советтің мүшесімін. Есім Еркін. Так. Наблюдательный болып, соның мүшесісіз. Иә, наблюдательный совет. Бақылап отырасыз. Бақылап отырамыз. Соның бір мүшесі. Мына қазылатқан нені бақылап отырасыздар ма? Бәрін бақылап отырамыз. Мына бірінші кездесуіне қазір келіп, өздеріңізбен жүздесіп, біз танысып кеткенімізді көріп отырмыз. Жанымда отырған мына Марат деген балаларыңызды ертіп келіп отырмыз. Бұл да сол қор компанияның біраз жылдар бойы директоры болды. Ол жас болса да бас болатындай мүмкіншілігі бар, білімі, жаратылған өмірлік тәжірибе дейді. Мұнай саласындағы осы тәжірибелі жастардың сол басындағы алдыңды ойлап айтамын. Енді Марат осы проектті бірінші күннен бастап жаңа проект болғаннан кейін қолдан алып Маратты осы жаққа қарай жылжытып отырмыз. Енді Құдай қаласа Марат бұл жаққа жиі келіп отырады. Жұмыстың бәрі ұйымдастырылып жатса да. Бұл енді қазіргі нақты мына компьютеризация, цифровизация деген мәселенің бәрі соның ұстасы. Мәскеудің мемлекеттік университетін бітірген кезінде математика факультетінде. Сондықтан осы жігіттердің қазір тағы жұмыс істеп бәрін қолайлы методтармен, тәсілдермен қолданады. Сол енді содан кейін бізде енді қорғау келмей алдарында келіп жатқаннан кейін біраз кішкентай жасаған ырымдарымыз бар. Оның бәрін енді Маратбек өзі айтады, қалай нешелеріңізді өзі хал ортасы шеше бересіз. Жақсы, рахмет. Департаменттер осы мына неге байланысты қосылмайтын болды, өткізе беріңіз деп, мына видеозапись бәрі жүріп жатыр. Ссылка на свой слайд показывает. Запишите мой номер телефона. Хорошо, бере аласың? Видеокурсы, аудиокурсы, Енді айтқаным сол көп. Мен обещанияның бәрін беріп отыр. Нақты бір көмегіміз керек жерде ол кезде қалуға тырысамыз. Иншаллах. Біз осы көмекке сондай берілген ойымызда бар деген сол сөзінің өзі рахмет. Бізде бір мемлекеттік құратындар да бар, сосын артына топырақты лақтырамыз кеткенде. Рахмет, біз шалғайда тұратын ауылымыз ғой, районда, облыста, сондықтан да бізге көп нәрселер, газ шығып жатыр, мұнай жүріп жатыр деген көп нәрселер керек, шалғайда болған нәрсе. Рахмет. Жұмыс көзі болашақ бұйырса, қорыталып жатса. Шалдар Энерджи деген мекеме ашылды ғой. Мына Шалдар Энерджи проект үшін Шалдар Энерджи дейтін жаңадан мекеме ашылды. Осы құрылғаны Шалдар Энерджи, иә. Мына учаскенің аты сол Шалдар. Ол 20% қазақтар, 20% қор. Жұмыс бұл жерде істеп жатқанды басып жатқанды осы тұрғылықты жерден жұмысшы қабылдайсыңдар ма? Жас жігіттерден алына ма жұмысшылар? Сол ойда ана бір жақтан алып келіп жатады. Әлде комитетпен келесіңдер, комитетпен кетесіңдер. Командасына келер. Қандай мамандар алынады мысалы? Бұл жерде енді ең бірінші жаңа барлау жұмысы, ең бірінші енді ұңғыманың нәтижесі қазғаннан кейін егер нәтиже жақсы шығып жатса, андай уже обустройствосы бар,
Бұл жаңағы ТППН салады, yani қайта үлкен базойдың барлығы жұмысына қойылды болады. әуелі расчетті басқайды, көреді, ал Құдай сәтін салып жатса, ары қарай ертең Одан кейін уже тағы дополнительно общественный слушаниелер болады. Ол игеру бойынша, оның жаңағы тағы. базой көркейді, шеш көркейді. Жоқ, біз дальнейший сұрап дальнейший уақытта Асатбаев құндықтының да көріп сіз. Қалай келеді? Астана? Астана. Міне аға. Ассалаумағалейкум. Құрметті Базой ауылының тұрғындары, есімім Асылбек болады. Мен осы баяндаушы болып келемін. Осы қазір проектіні баяндап сіздерге бәрін түсіндіру өткен. Қазіргі уақыт 11-ден кетті. Сіздердің рұқсатыңызбен онда бастайды. Мына жерде сусындар бар, ағалардың стол жайып сіздерге арнайы дайындап жатыр. Сусындардан алып отырғаныңыздар болады. Жалпы бүгінгі қоғамдық тыңдау осы 24 жылғы 1 қарашадағы номері 5380 УС келісім шартқа сәйкес Ақтөбе облысындағы Шалқар учаскесінде көмірсутектерді іздеу жөніндегі барлау жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп жобасындағы қоғамдық тыңдау болып табылады. Есімімді жаңа айтып кеттім, Аймағамбетов Асланбек деп, мен осы баяндаушы болып келемін. Жалпы қазір түсіндіріп отқанда сұрақтарыңыз болса, бізге қоюларыңызға болады. Келесі слайд. Жалпы мына слайдта қарайтын болсақ, жобаланатын объектіге қысқаша сипаттама беріп кеттік. Әкімшілік бөлініс бойынша Шалқар учаскесі Ақтөбе облысы Шалқар ауданында орналасқан. Жалпы елді мекендер мен оларға дейінгі қашықтық Шалқар қаласы болып келеді. Солтүстік және солтүстік шығысқа қарай 250 метр ара қашықта орналасқан. Ең жақын елді мекен ол Базой келісім шарты аумақтың ішінде орналасқан. Ол жақын ұңғымаға дейінгі қашықтық 7 километр болып келеді. Одан асады. Жалпы осы жобалау құжатымен екі ұңғыма R1 және R2 барлау ұңғымаларын осы 2200 метрде осы жобалау тереңдікте бұрғылау көзделеді. Оның ішінде осы R2 мен R1 ұңғымасы бұрғылау нәтижелеріне тәуелді болып келеді жалпы. R1 мен R2 осы ұңғыма жалпы 25 пен 27 жылдар аралығында жоспарлануда, және R1 R2 ұңғымалары осы арналған күнтізбелер жоспары бойынша жобалау тереңдігі дайындық жұмыстарына осы 2 тәулік бұрғылау мұнарасын монтаждау және бөлшектеу және 15 тәулік осы ұңғыманы бұрғылау және бекіту бойынша 50 тәулік болып келеді. Және екі объектіні сынауға 180 тәулік, жалпы алғанда 247 тәулік бөлініпті. Келесі слайд. Бір ұңғымаға ма? Екеуіне. Мына слайдта Шалқар учаскесінің жақын орналасқан осы ұңғымадан қоныстану аймақтығына дейінгі орналасу карта схемасы орналасқан. Мына картада көріп тұрсаңыздар R2, R1 ұңғымалары орналасқан. Және де оның қасында Базой кенті орналасқан. Келесі слайд. Мынау да Шалқар учаскесінің орналасу карта схемасы орналасқан. Жалпы мына жерде Шалқар қаласы және де оған R2 мен R1 ұңғымасы және де Базой кенті белгіленіп көрсетілген.
Келесі слайд. Мына слайдта жалпы жобалау ұңғымаларын орналастыру жүйесі R1 және R2 барлау ұңғымалары жалпы бір-біріне ұқсас болып келеді, және олардың мақсаты бор осы шөгінділерді көмірсутек кен орындау іздеу болып табылады. Келесі слайд. Мына слайдта жалпы атмосфералығы ауаға әсері. Жалпы R1 мен және R2 барлау ұңғымалары осы ластаушы зат бөлу кездерінің саны 44 бөлікті құрайды, және оның ішінде 27 ластау көзі ұйымдастырылмаған және сәйкесінше 17 көз ұйымдастырылған. Бұл организованный, неорганизованный деген сөзбен, яғни аударма ететін болсақ, және бір ұңғыма бұрғылау кезінде ол атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуы жылына 362 бүтін мыңнан 6-ны құрайды тоннаны, және R2 мен R1-ді қосқанда екі ұңғыманы 724 бүтін мыңнан 12-ны құрайды жалпы алғанда. Ол осы мына слайдта көрсетілген, екінші қарасаңыздар көппен белгіленген осы жалпы екі ұңғымадағы 724 бүтін мыңнан 12 тоннаны құрайды. Ол ластаушы заттардың бұл көздері алдын ала және ол болжамды болып табылады негізі. Болжамды. Келесі слайд. Мына слайдта ұңғымаларды бұрғылау кезіндегі атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі. Жалпы жоғарыда айтып кеткендей 724 бүтін мыңнан 12 тоннаны құрайды. Ең соңғы осыны қарасаңыздар болады. Жалпы бұл болжамды алдын ала біздер белгілеп кеткен. Мына слайдта жалпы ұңғымаларды бұрғылау кезеңіндегі есептеулердің нәтижелерінің жиынтық кестесі болып табылады. Жоқ, астында. Үсті. Жалпы осы слайдта ұңғымаларды бұрғылау кезеңінде есептеулер нәтижелерінің жиынтық кестесі болып табылады. Бұл кестеге қарайтын болсақ, жалпы шектеулі концентрация деген болады, ол бір болып табылады. Ол шектеулі концентрация бірінші жиынтыққа қарайтын болсақ, 0 бүтін ол бірге жетпейді. Яғни шектеулі концентрациядан аспайтын белгіленуге болады. Мына слайдта су тұтыну және суды бұру көрсетілген. Яғни осы бұрғылау кезеңінде суды тұтыну ол техникалық жағынан және осы қолдану техникалық және осы суды тұтыну ұңғымаға су шығыны барлығы 1048 бүтін 100-5-ті құрайтынын айтуға болады. Келесі слайдтан көрсетілген. Барлығы жалпы осы судың кететін өлшемі 1048 бүтін 5-ті құрайды метр кубпен. Және 252 күн тәулік қарап тұрғандай жоспарланған. 252 тәулік. Келесі слайд. Мына слайдта жалпы Арал теңізіне дейінгі қашықтықта көрсете отырып, Шалқар учаскесінің орналасу карта сызбасын көрсеттік. Келесі слайд. Жануарлар әлемі. Жалпы білесіздерді бұрғылау кезеңінде жануарлар да бар, өсімдіктер де бар. Соны қорғау жөнінде осы төмендегі көрсетілген осыларды теріс әсерін азайту үшін осы міндеттерді орындау керек. Яғни жалпы кірме жолдарды шектеу және көліктің жолдан тыс жүруіне жол бермеу, топырақ, өсімдік жануарларын осы бұзылған учаскелерді уақытына қалпына келтіру, жануарлардың осы кешін-қон жолдарын кесіп өтпейтін техника қозғалысына қатаң келісілген маршруттармен жүргізуді қалау, және шудың әсерін осы нормаларымен сақтау, және осы жануарлардың өндірістік объектілерге түсуін болдырмау үшін қоршаулар жасауды. Келесі слайд. Мына слайдта жалпы қалдықтар жөнінде тоқталып кеттік. Жалпы қалдықтар осы бұрғылау кезеңінде барлық қалдықтар осы экологиялық кодекске сәйкес бойынша осы сақтаумен және осы тасымалдау арнайы компаниямен келісімшарт жөнінде жүргізілетін болады. Келесі слайд.
жалпы қорытындыға келетін болсақ, жоспарланған жұмыстарды іске асыру кезінде осы нәтижелері осы мына нәтижелер көрсетеді. Яғни шығарындылар өздерінің заттары бойынша шашыраудың орындалған есептері осы ластану аймағы әсер ету аймағына шықпайтынын көруге болады. Бұл жалпы алғанда жобаланатын жұмыстарға рұқсат беру орынды екенін көрсетуге болады. Енді сұрақтарыңыз бар ма осы жалпы бірінші тақырып бойынша? Қазір судың мәселесін слайдты жалпы суды бұру мен суды тұтынуды суды біздер жалпы алатын Базой кентінен осы ішетін су ғой да айтып Онсызда екі бурение жүріп жатыр. Ұлы Борсықтан алады суды. Сатып аласың. Ол жалпы ол суды жер асты суы ешқандай қазу бұл мақсат қойылмайды. Бұл жалпы Базой кентінен біздер сатып алу, немесе Шалқар қаласынан сатып алып, осылай қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Компаниясы өзі сатып алады ғой. Біз оған айналып барған жоқ, сатып аласыңдар. Бәрімізді сатып аласыңдар. Біздің суымызға ортақ боласыңдар ғой. Басқада жерге ортақ боласыңдар. Оның ішінде жазға қарап өзімізге де су жетсе, бау-бақшамыз бар, ағашымыз бар, қорпырымыз бар, малымыз бар. Оның үстіне екі көреміз көп қазір. Енді сіздер ортақтасаңдар, біздің жағдайымыз нашар, судан дефицит болады. Шалқардан тасима, Ақтөбеден тасима, Шымкенттен тасима, Базойдан тасима. Мекеме келетін бұрғылау мекемесі жаңағы 48 күн суды қазір айтып тұр ғой, 252 күнге бөлгенде күніге пайдаланатыны 4 куб 5 куб. Бурениеге ме? Жоқ, бурениеге жалпы 48 кубқа пайдаланатын су бар. 48 куб. Енді бурениеге кететін су негізі бір бурениеге 50 куб су ғой. Бұл циркуляцияда тұратын су. Елу куб алып кету керек. Бір 2-3 күнде бір рет татиды ғой. Көп керек. Алғара объем шығарып тұр ғой. Жалпы проект бойынша біздер жер қазу деген мақсат қойылмаған. Ол суларды бәрін сатып алып келеді. Шалқардан алама, Базойдан солай қамтамасыз ету қарастырылған. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жерден болса, сізде жаңа қазасыздар қашан бастайсыздар? Жалпы 25 жылғы осы проектті бірінші согласовать болу керек, сосын барып осы 25 жылы қарастырылған ғой. Жақсы. Бастайсыздар, қазасыздар, одан атырып шығады. Қалдықтар. Оны қай жерге өтілдер? Қалдықтар, жалпы қалдықтардың барлығы экология кодекс бойынша сақтау және осы белгілі компаниялармен сертификациясы бар, лицензиясы бар, сол компанияларға беріп утилизация жасайды олар өздерінің учаскесінде. Бұл мысалы олар осы жақтан Базойдан алып кетіп өзінің учаскесіне утилизация жасайды. Олар жасалған келісімшарт. Келісімшарт бәрі бар. Бар. Тағы да басқа сұрақтарыңыз бар ма? Су береді бізде экология жағын. Проекттің глубина 2200 метр ма? Глубина бола ма да? Жалпы проект бойынша 2200 және плюс 200 метр қарастырылған. Одан одан артық қазуға рұқсат жоқ. Сосын жол қалай болады? Қанша техника келіп жұмыс істейді? Үстірттің бәрі
Жалпы бір жолдар жолдан кейін бір жолмен қайтатын қыла ма? Жалпы- Мына үстірттің бәрі осы тілгілеп тастаған. Орал машина қалай жұмыс істейміз солай. Мына малға шыққанда біздегі машинамен мотоциклмен өте алмаймыз. Бұларда бір жолмен бар, бір жолмен қайтатын. Жол істей ма, көбірек қоңшан болып қалса, тақырда ма? Қолымыздан төмен дей береді ғой. жалпы жолдар бойынша жаңада тоқталып кеттім. Негізі жолдар бойынша арнайы жолдар өзінің қарастырылған, өздері техникалармен жүріп, шаңды басуда қарастырылған. Және осы жоба біткенде ол жолдарды восстановление ол жер жолдар ғой, ол асфальт не емес, жер. Автогрейдер жол соқса да болады ғой. Ол проектке қатысы жоқ. Әрі осы мына жүріп жатқан жолымыз дейді ғой, ол кесек жағы жоқ. Енді сол жолды мысалға жиі автогрейдер жіберіп, анау асфальтқа дейін 11-ге дейін тазалап тұрса, крайын случай. Басқа баратын жерде Сіз пәлеміз деп отырмыз. Өңдеп отырамыз жол деп. Солай айттыңыз ба? Жолды өңдеп отырамыз деді ғой, иә? Суды шаңды басу. Мына ол бірінші проект болды, каждый проект отдельно. Осы мына бірінші проект бойынша. Ал мына бірінші кезең бойынша қоғамдық тыңдау баяндамашы айтты. Қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Бұнда не дейміз? Бізге су шығарып бере алмаймыз. Екі проект бар тағы осымен. Ал енді бұл тыңдауға не болмаса, сұрақтарыңыз болмаса, онда бұл тыңдауды жабық деп жариялаймын. Ал дауыс берейік. Bir ауыздан келістірілді. Ал екінші тыңдауды